Саламатсыздар ма, құрметті достар. Бүгін әдеттегідей өзімнің құс бағу тәжірибеммен сіздермен бөлісетін болам. Достар, бүгін қозғайтын тақырыбымыз бұл инкубатор жасау. Инкубаторға қажетті құрал жабдықтарды қайдан алсақ болады. Достар, алдарыңызда көріп тұрған бұл 1300 тауық басына арналған, жұмыртқасына арналған инкубатор. Яғни 1300 тауық жұмыртқасын инкубацияланады, яғни осыдан балапан шығара алады. Енді бұны неге қолдан жасадық, неге сатып алмадық дайынын? Себебі 1000 тауық жұмыртқасына арналған инкубатордың өзі қазіргі таңда 350 мыңнан артық тұрады. Оның бір артықшылық ештеңесі болмайды, бір кәдімгі барлығы Қытайдан жасалып жатқан инкубаторлар. Енді сол мақсатта, енді ондай ақша шығын қылмау үшін біз қолдан жасап шықтық. Қазір көріп тұрсаңыздар, дәл бұның функциясының барлығы соны жасап тұрған жасайды. Одан артық болмаса ешқандай кемшілігі жоқ. Мына жерде көріп тұрсаңыздар, бұл жаңа бір ашып жаққан болатынбыз. Температура белгіленген 37,6, 37,4 ұстап отыр. 60 ылғалдылық болса, әлі 33. Яғни бұл өзінің ылғалын жоғалтып алды. Енді достар, қазір көрсеңіздер болады, ішкі құрылысы қандай. Ішкі құрылысы кәдімгі промышленный фермерлі инкубатор сияқты жасалған. Яғни бірінші коробкасы бір бөлек, мынау ішіндегі механизм ол бір бөлек. Мына жерде қазір таңда 350 тауық жұмыртқасын біз пробныйға салдық. Әлі қанша мынау нелер батоктар бос тұр. Инкубаторда екі қыздырғыш орнатылған, корейский провод дейді, болмаса басқа қалай айтылатынын білмей тұрмын. Но қызыл болып тұрған, солар негізгі қыздырғыштар. Одан кейін үлкен вентилятор тұр. Көрсеңіздер, яғни оның бағасы 22 теңге тұрады. Мына жердегі ішкі камерадағы температураны бір қалыпта тұру үшін сол мақсатта қойылған. Енді мына лотоктарды 45 градусқа қисайту үшін біз арнайы моторчиктер алған болатынбыз. Екі релесімен, цебімен комплекті келген болатын. Одан кейін астында суымыз тұр. Судың бетінде вентилятор тұр, яғни ылғалды жоғарыға көтеру үшін. Достар, ішкі құрылысы дәл осылай. Енді бұны айтып жіберейін, қай жерден алдым? Бұл инкубатор қажетті нәрселерді қанша теңгеден алдым? Достар, енді бұны қай жерден алуға болады? Мынау ZL 79-18 контроллері біздің Қазақстанда 16-18 теңге сайттарда. Каспийде вообще 24-25 теңге. Пиндода сайтынан алуға жет. Біз февраль айында ағанда 4,5 теңгеден алдық. Енді келу бағасы 1,5 мың теңге болды. Доставка бізге 6 теңгеге түсті. Одан кейін жаңағы моторчик комплекті цебімен полный бағасы 5,5 теңге болған. И келу бағасы 3000 теңге болды да 8,5 вообще 9 мыңға түсті. Ал дәл сондай механизм, цеп, рейкі, релесімен алатын болса, Қазақстанда оның бағасы уже 14-15 теңге болып береді. Общий мына инкубатор бітіру үшін темірі бар, мынау сымдары бар, 160 теңге ақша кетті. Енді сварка жұмысы тегін болды, өйткені өзімнің ағам жасап берді. Атак. Енді біреуге жасатсаңыз, 250 мыңға дейін барады. Бірақ 1500 тауық жұмыртқасы сияқты. Егер бөдене болса, онда лотоктарын ауыстырасыз да, уже 4 мыңға дейін ба тығып жіберуге болады. Құдай қаласа, июньнің 20-сына бұл уже балапан шығарады. Сол кезде нәтижесін көретін боламыз. Мен ойымша нәтиже жақсы болады. Біздегі қазіргі жаңалық осы. Кейін мынау инкубатор жасайын дегендерге айтайын. Негізі осы контроллерді пайдаланған дұрыс. 100 жұмыртқалық болса да, 1000 жұмыртқалық болса да. Себебі анау 1000 теңгелік Қытай келеді. Мынау да Қытайдікі, бірақ мынау халықаралық стандартқа сәйкес келеді. Яғни тексерістен өткен. Ал анау қазіргі анау 1000 теңгелік КМ дегендер бар ғой. Олар өте қауіпті. Өйткені искра шығып кетеді, жаңағы замикание болады, өрт болып кетуі. Сол үшін сол жағынан абайлау қажет. Егер достар, осы менің өңірімнен дейікші, мынау Жетісай аумағына жақын жерде болсаңыздар,
Бізде мынау Адлер тауық жұмыртқаларының инкубациялық жұмыртқасы бар. Егер қажет болса, описаниеде менің телефон нөмірім тұр. Хабарласып алсаңыздар болады заказы беріп.